Сәлем достар, келесі сабаққа қош келдіңіздер. Бұл сабақта біз ID-ді қарастырамыз және оның класстан не айырмашылығы бар екенін көреміз. Яғни алдыңғы сабақта біз класс атрибутымен таныстық, енді біз ID атрибутымен танысамыз. ID атрибуты да өте класс атрибутына ұқсас жұмыс жасайды және олардың арасында бір кішкене айырмашылықтар бар. Сол айырмашылықтарды сізге білсеңіз болғаны. Енді ID-дің қалай жұмыс жасайтынын және қалай жазылатынын көру үшін, мысалы, сіз кез келген элементті, яғни қай жерді жеке ерекшелеп, сол жерді сәндегіңіз келген жерді таңдайсыз және оған ID деп ат бересіз. Одан кейін тең және сіздің ID-ның атауын бересіз. Мысалы, біздің құжатта осы Australian Open бөлімі, яғни div тегімен бөлініп алынған логикалық аймақ осы Australian Open ID-на жатқан болатын. Яғни мен қазір мына жерде кішкене өзгерістер жасап тексерген болатынмын. Соны жояйын және егер де мына жерде div-та, яғни бізде ID болды және оның аты мысалы Australian Open деп аталған болатын. Мен мына жерде сақтау құжаттарын жазамын. Мен қазір мынаны жояйын. Яғни барлығын сақтаймын. Парақшаны бір рет жаңартайын. Міне көріп отырғандарыңыздай, бізде осы Australian Open құжат, яғни параграфы, яғни div тегімен бөлініп алынған логикалық аймақ осы ID-дің көлемінде жатыр. Егер де мен осыны өшіріп, мысалы, және бізге қажетті параграфты жеке ерекшелегім келсе, онда ID атрибутын жазамын және оның атауын беремін. Мысалы, мен тағы да Australian Open деп алуға мүмкіндігім бар. Және сақтау нүктесін басамын. Бізде енді Australian Open 2014 тақырыбы ол осы аймақтан шығып қалды, яғни осы ID аймақтан шығып қалды және онда сәндеу жұмыстары жүрмейді. Сондықтан мен егер де енді парақшаны жаңартатын болсам, онда алдыңғы сабақтағыдай міне Australian Open 2014 тақырыбы ол сәнделу аймағынан шығып қалып, бізде енді тек қана бізге қажетті параграф қана сәнделуде. Сондықтан сіздерге білу керек нәрсенің барлығы тек қана осы аймақта ID беріп, яғни таңдап алу және оны сәндеу үшін қолданылатын мынандай белгіні қолдану. Енді бұл жерде де бірнеше жұмыс жасау нұсқалары, яғни мүмкіндіктері бар. Соның ішінде параграфты таңдауға болады, яғни кез келген элементті жеке таңдауға да мүмкіндік бар және бізде осы барлық аймақты бірден, яғни барлығын бірге таңдауға мүмкіндігіміз бар. Енді сізде сұрақ туындауы мүмкін, ID мен мысалы класстың айырмашылығы қандай деген. Олай болса сізге айтарым, яғни классты алған кезде сіз оған бірнеше атау беруіңізге мүмкіндігіңіз бар. Мысалы, мен егер де осы жерде құжатты, мына жерде берілген класстың атауы берілген, яғни бізде класстың атауы Roland Garros деп беріліп тұр, RG атауымен. Егер де мен осы блок кодты да тағы да RG атауымен беруге мүмкіндігім бар, яғни мына жерге RG деп жазамын және осы құжатты сақтаймын. Және бізде сәндеу, яғни блок код RG және параграф екеуі бірге алынып тұр. Яғни класстың атаулары бірдей. Және егер де біз парақшаны жаңартатын болсақ, онда бізде қазір сол параграфпен қоса нақыл сөзіміз блок код аймағы да сәнделіп тұрғанын көресіздер. ID ол мысалы сіздің әріптерістерің жұмыс жасағанда және де осы браузерлерде JavaScript программалау тілімен жасалынатын бір құжаттар болады. Сол кезде ID-ді, яғни бір атауы болғаны қана дұрыс. Яғни класста сіз бірнеше атауды қайталауға мүмкіндігіңіз бар, ал ID-де оны қайталамайсыз. Енді сіздер болашақта осы веб парақшамен толыққанды, яғни көп жұмыс жасау барысында ол екі атрибуттың бір-бірінен айырмашылығын толық түсініп, өзіңіз де ажыратуға мүмкіндігіңіз болады деген ойдамын. Олай болса мен сіздерге әзірге қоштасамын және біз алдыңғы сабақтарда басқа тегтарды қарастыруға кірісеміз.